Сәлем достар, қазір сіздермен тирамисудың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бисквитімізге құятын пропитканы дайындап аламыз. Мына жерде шамамен 250 грамм кипяток, соған 2 шай қасығы кофе саламыз. Жақсылап араластырып, мүмкіндік болса салқын жерге қойып қоямыз. Бисквитіміз піскенде бұл салқын болып суып тұру керек. Енді бисквитімізді дайындайтын боламыз. Жұмыртқамызды салып аламыз. Қант. Осы екеуін жақсылап араластырып аламыз миксермен. Қантымыз еріп, массамыз ағарып, 2 есе көтерілгенше миксермен араластырып алдық. Енді ұнымызға какао, разрыхитель жақсылап араластырып аламыз. Енді осы массамызды массамызға жұмыртқаның массасына құямыз. Бірінші осылай араластырып аламыз. Оның жан-жағына шашыламас үшін. Миксермен жақсылап араластырып аламыз. Неке осындай қатты тығыз да емес, қатты сұйық та емес, орташа осындай масса шықты. Жан-жағындағыларын түсіріп, тағы да бір лопаткамызбен араластырып жүреміз. Протеинімізді майлап алдық. Енді осы массамызды протеинімізге құямыз. Қасығымызды сулап, енді массамызды біркелкі қылып, барлық жеріне жайып аламыз. Неке жайып алдық, енді тағы да кішкене біркелкі болу үшін бұлай үстелдің үстіне кішкене ұрғылап аламыз. Енді формамызды пешке жібереміз. Алдын ала қызған пеште 180 градуста шамамен 10-15 минут пісіріп аламыз. Неке біздің бисквитіміз пісті. Пропиткамызда әбден салқындады. Қазір сап-салқын болып тұр. Жақсы суу үшін осындай үлкенірек ыдысқа құйып алдым. Осылай вилканың немесе пышақтың көмегімен кофеміз жақсылап сіңу үшін әрбір жерін тесіп аламыз. Кофеміз жақсы сіңу үшін міндетті түрде осындай салқын болу керек. Суыған болу керек, әбден суыған болу керек. Енді осылай барлық жеріне құйып шығамыз. Пропиткамыздың бәрін құйып болдық. Енді бисквитіміз суығанша күтеміз. Бисквитіміз суығаннан кейін үстіне құятын кремін дайындаймыз. Бисквитіміз суыды, енді қазір кремімізді дайындаймыз. Мұнда менде сахарная пудра, осының үстіне жұмыртқаның неке сарысын қосып, миксермен жақсылап араластырып аламыз. Массамыз ағарғанша араластырып алдық. Енді үстіне творожный сырымызды қосамыз. Бұны да жақсылап миксермен араластырып аламыз. Лопатканың көмегімен ыдысымыздың жан-жағындағысын бәрін түсіріп аламыз. Енді үстіне сливкимізді құямыз.
Енді осыны біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Неге массамызды араластырып болдық. Массамыз қойылады. Массамызды бисквитіміздің үстіне құямыз. Бетін тегістеп аламыз. Массамызды тегістеп алдық. Енді үстіне какао себеміз. Ситамызға какаоны салып алдық. Енді үстіне біркелкі болғанша сеуіп шығамыз. Біздің тирамисумыз дайын. Үстіне какаоны өзіңіздің қалауынша сепсеңіз болады. Қалыңдау қылып немесе жұқа қылып. Енді бұның бетін жауып, өзінің формасын жақсы сақтау үшін, жақсы ұстау үшін кем дегенде 5-6 сағатқа холодильникке қойып аламыз. Тирамисуымыз холодильникте 6 сағаттан астам уақыт тұрды. Қазір енді кесетін боламыз. Тирамисуымыздың бір бөлігін кесіп алдық. Сулы әрі қышқыл дәмі бар бисквит пен үстінде пломбир дәміндей крем екеуі керемет үйлесуде. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.